Жолымызды ашылу үшін бұны дұрыс кеңес бере алатын адам керек. Біріншіден, істеп жатқан ісі алға баспаған адам. Енді жолым болмады дегенде қандай мәселе? Бірінші істеп жатқан ісі болмағандығынан, немесе бір нәрсені істейді, нәтижесіне, үдесіне шыға алмайды адам. Соның үшін сұрайды, жолым болмады деп. Мұндай жағдайда ең бірінші мәселе ретінде айтатынымыз Алла Тағаладан жәрдем сұрасын. Бір. Екінші, тағдырдың жақсылығы мен жамандығы Алла Тағаладан екеніне сену керек. Үшіншісі, ризық нәсібені Алла Тағала кімге қанша қаласа соншалықты береді. Осы бұл Алла Тағаланың қолындағы іс екендігін білу керек. Ал енді ісім алға бассын деген адам Алла Тағаладан кешірім сұрап тәубе ету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен пайғамбар басыммен күніне 100 рет тәубе етемін" деген. Сендер де Алладан кешірім сұрап тәубе жасаңдар деген. Міне осы ісі оның жаңа алға басуына себепкер болады. Ал егер бұндай нәрсені жасай алмайтын адам, пікір сұрайым деген адам болатын болса, онда білімді деген адамнан барып сұрау керек.